Барлықтарына сәлем достар, сендермен бүгін мен Мұсырман Мұрат және де достар, мен бүгін сіздерге ашық әңгіме істейін деп тұрмын. Мен Brawl Stars'та өзім дайындап жатқан жерімде сіз подписчиктер, яғни менің подписчиктерім, сіздермен бірге ойнағым келеді. Сіздер маған Brawl Stars үшін тіркелгенсіздер. Қазіргі мен Brawl Stars түсіріп жүрмін. Яғни демек сіздерде көбілеріңізде Brawl Stars аккаунт бар. Мен сіздерге осы жерде осы Brawl Stars аккаунтпен біз бәріміз қаншамыз, негізі 20, бірақ оның ішінде 10 бар шығады. Сол 10-ымыз жиналып бірге сөйтіп барып клуб ашып, бәріміз бірге болып бір уақытты белгілеп, сол уақытта достар, сол уақытта не істеймін? Сол уақытта мен сол кезде жариялаймын, ойын жариялаймын. Мен достар, мен өлтіріп қойды, кешіріңіздер. Мен ойын жариялағанда мен сіздерге қазір жерімді көрсетейін, конкурс жерімді көрсетейін. Мен әлі құратын шығармын, аты Пилери, қанекей статус карт, мұны изменетті басамыз. Окей. Қанекей, мен істеп атқан жерім. Әлі мұнаның бәрін дұрыстап істеймін, және орындарын дұрыстап істеймін. Кейін мына жерді үлкейтемін. Сол кезде мен жақсы Пилери деген жерді істеп шығарып, сіздермен бірге ойнаймын, достар. Егер қатысқыларыңыз келсе, осы видеоның комментарийіне жазыңыздар. Сол жерден мен клуб ашамын да, клубқа сіздерді шақырамын. Клубқа кіресіздер. Егер ойнағыларыңыз келсе, сол клубтан бастап мен бір уақытта айтамын. Сол жерде сіздермен бірге мен ойнайтын боламын осы жерде. Достар, бұл мен өзім подписчиктермен ойнағым келеді, достар. Ойнағым келеді. Міне мынандай жер. Міне қазір банкінің бәрін дұрыстап орындарына қоямын. Мына жерде дұрыс орнына қойылмаған. Достар, мен қалай айтсам болады? Сіздермен ойнағым келеді. Подписчиктер, комментарийдің астында мен клубтың атын айтамын. Сол жерге кіріңіздерде, немесе сілтемеде болады, ссылкада болады, ссылкасы описаниеда болады. YouTube видеоның астындағы сол жерде мен айтамын, клубты жіберемін, комментарийға, болмаса неге жіберемін? Сілтемеде болады, достар. Міне осындай жерде ойнағыларыңыз келсе, осы видеода комментарийға жазып, мен қатысам дедіңіздер, менің клубыма кіріңіздер. Сол жерде мен 9 адам, мысалға 10 адам жиналдық дейік, 9 адам спраут болады, 1 адам роза болады. Бұл жерде бәрі солай ойнайды. Бірақ тек роза ғана атады. Қаған ешкім атуға хақысы жоқ. Түсіндік пе, достар? Ал онда менімен бірге ойнағыларыңыз келсе, басталды.